Ассаламу алейкум. Бүгін сіздермен оразаның 6-шы күнде тауық етінен ерекше тағам істейміз. Бізге керегі картоп. Картопты алдымен осылай ірі етіп ашып алу керек. Егер де тым қатты үлкен болса, екіге бөліп алыңыздар және тұз бен қара бұрыш сеуіп, жақсылап араластырып аламыз. Тауықтың бір сан еті жетеді, оны ұсақтамай кішкене үрлеу етіп турап алыңыздар. Себебі қуырған кезде, пісірген кезде тауық өзінің көлемін кішірейтіп жібереді ет. Сондықтан осылай кішкене ірілік болсын. Енді қазанымызға көп мөлшерде майды құямыз және қызып болғаннан кейін орташа отта картоптарды біртіндеп салып қуырып алыңыз. Бірден де жоғары отта тұрмасын, орташа отта кішкене осылай алтын түстес болғанша, қызарғанша қуырып алыңыз. Маңыздысы тек осылай сырты қызарса болды, пісуі керек емес. Міне картоптың барлығын қуырып алдық. Енді көп мөлшердегі майды басқа ыдысқа құйып алыңыздар. Енді азғантай бөлігін ғана қалдырып, сол майға жаңағы тауық еттерін жақсылап қуырамыз. Орташа отта 3-4 минуттай қуырсаңыз жетеді. Аса қатты жаңағыдай қызартып қуыруды қажет етпейді. Үстіне ұсақтап туралған пияз қосамыз. Осы кезде жаңағы тұз, өздеріңізге ұнайтын дәмдеуіштерді қосып алыңыздар. Бірақ көп мөлшерде қоспаңыздар, себебі біз жаңа картопқа да тұзды қостық, сондықтан тым қатты ащы болып кетуі мүмкін. Пиязды 6-7 минут көлемінде қуырамыз орташа отта. Арасын ашып, араластырып тұруды ұмытпаңыздар. Міне осындай өзінің көлемін жоғалтып, сарғайған болу керек. Енді үстіне жаңа қуырып алған картоптардың барлығын қосамыз. Ұсақтап туралған пияз қосыңыз және аздап тұз сеуіп жіберіңіз. Енді толықтай қақпағын жауып, 1,5 сағатқа ең баяу отқа қойыңыз. Себебі картоптардың сырты тез пісіп қалғанмен ортасына жетпей піспей қалуы мүмкін. Егер де 1 сағаттың ішінде мына картоп үлкен болса, пісуі қиын болады. Сондықтан 1,5 сағатқа қоя беріңіз. Міне біздің тағамымыз дайын. Ер азаматтар өте жақсы көреді бұндай қуырылған майлы тағамдар және дайындалуы өте оңай, ешқандай күш жұмсамайсыз. Тарелкемізге әдемілеп салып беріп, бетіне көк пияз немесе жаңағыдай кез келген көкөніс, ақ пияздың өзін әдемілеп турап дастарханға ұсыныңыз. Бүгінгі кешкі асқа дайындаған асымыз осындай. Егер де сіздерге ұнаған болса, лайк басып, комментарий қалдыруды ұмытпаңыз. Міндетті түрде подписация кнопкасын басыңыз, себебі алдағы уақытта күнделікті рецептер шығып отырады.